мұсылман бауырларға, жігіттерге айтар едім. Қазір байқайсыздар ма? Көп жігіттер отырады да әңгімелесеңше кешегісіне өкінеді. Кешегісін айтады. Кеше мен үйткенім үйтіп қалып, мә өткенде мен бүйтіп қалдым, бүйтпегенде бүйтер еді деп ше. Тағдыр мәселесінде негізі айтылады бұл нәрсе. Өткен нәрсеге бекер бүйтіппін, бүйтпегенде бүйтер еді деп айтпаңдар дейді. Өйткені болып қойғансыз ғой. Соны айтады, адам баласы мына нәрселерде ұтылады. Осы біздің болып жатқан нәрсе. Кешегін айтады, біз өкініп отырамыз да, біраз уақыттан кейін. Енді ертең бүйтсе екен, ертең болды. Бүгінгі күні тоқтатамыз да, енді ертеңге өтіп не басталады? Арман басталады. Соны айтады, мына жігітті құртатын екі нәрсе дейді. Біріншісі кешегісімен өкіну, екіншісі ертеңгісін армандау дейді. Орыстар айтатын болған ғой, не мечтай, а целься дейді. Армандама, сен мақсат қой алдыңа дейді да, и соған қарай жүр дейді да. Мысалы шығар бүйтіп отырып алып, ертең көлігім болса деп отыра бергенде боламын? Жоқ, көлік болатын варианттарды қарастыру керек. Мақсат алдыңа қойды, и соған қарай жүру керек та негізі. Түсіндіре алдым ба? Мен айтқым келіп жатқаны жігіттер, кешегіні езіп, қараңыз, кешегіге өкінесің да, ертеңгіні армандайсың, бірақ бүгін бар сенде, бүгінді қолданбайсың да, ал ертең келеді ғой, ертең келген кезде сен мына күнді армандайсың, өкінесің еді. Мә, кеше үйтпеген екен. Кеше болған нәрсе жігіттер, ол кетті болды. Өліп кетсең де өзгерте алмайсың. Кешегі болған нәрсе бар ғой, енді ешқашан өзгерте алмайсың. Болды, болған нәрсе болды же. Ал ертеңгі болатын нәрсе, Алла біледі оны, ертеңге дейін кім бар, кім жоқ, ертең не болады? Ертең келсін сосын көреміз. Не болады? Сізде бүгін бар ма? Осы бүгінді пайдалансай, қазір бар ма? Мына қазірді пайдалансай. Ойында не бар істейтін? Ертеңге арманың қандай? Қазір соны бастасай. Армандама, мақсат қой дейді. Сол мақсатыңа қарай жүр одан кейін. Жоқ, бізде көбінесе отырып аламыз да, мә, кеше ана бүйтпегенде бүйтер еді негізі. Мә, бекер бардық еді. Мә, ертең бүйтсеңе деп отырасың да. Сөйтіп отырған кезде не болады? Бүгінгі күнімізді, қолымыздағы бар нәрсені ұтылып қалып жатырмыз да жігіттер.